Сәлеметсіздер ме студенттер? Дәл қазір біз Озондағы складтарды қосуды үйренеміз. Яғни сіз Шымкент складымен істеп жатсаңыз, какой-то бір уақыт сіз Алматыға өтуіңіз мүмкін, иә? Сол кезде складтарды қалай қосамыз, немесе қалай өзгертеміз. Ол үшін ФБС разделындағы склады методыға келесіздер. Одан кейін, егер сіз Қалдаяқовадан басқа адреске көшкіңіз келетін болса, онда мына жерде 3 точка бар, самостоятельно 14 заказов деп тұр. Сол жердегі редактировать метод дегенді басасыздар. Сөйтесіздер де способ отгрузки самостоятельно тұра береді. Мына жерде пункт отгрузкиді изменить етіп өзгерте қоясыздар. Сіздер, может быть, Таукиханамен, может быть, Қабанбай Батыр, может быть, Отырар, 16-шы микрорайон, Жібек жолы. Қайсымен істегіңіз келеді, в общем, сонымен істесеңіз болады деген сөз. Сөйтіп, біреуін таңдайсыз да, далее деп изменить етіп аласыздар. Ары қарай, мына данныйды өзгерту үшін сол жаңағы өзгерткен адрестер бар емес пе? Мына адрестерді суретке түсіріп жазып аласыз. Таукихана 79, иә, Шымкент. Ары қарай, мына жерде өзгерту керек. Ол үшін редактировать склад десте, мына жерде Шымкент Таукихана индекс осы тұрады, мына жерге 79 дейсіз. Сөйтіп, Қалдаяқова мыналарыңыз ары қарай тұра береді. Бұл складты өзгерту. Ал если қосу керек болса, өзгерту, мына жерде уақыттарын бәрін осы жерден өзгертесіздер, көрдіңіздер ғой, иә? Мына, мен сіздерге айтамын ғой, нағда, понедельник күні алып тастаңыздар деп, міне осы жерден өзгертесіздер. Алу керек болса, міне аласыз, сохранить склад деген сияқты қосып қойсыздар. Сағатын өзгерту керек болса деген сияқты. Енді қосу керек болса, создать склад дейсіздер. Мен Шымкентте істеп жатырмын да, примерге. Қай студентіміз екен өзі. И мына жерде Алматымен істеу керек болып қалады кейде, иә? Атын Алматы деп жаза саламыз. Ары қарай номеріңізді жазасыз. Деген сияқты. Ары қарай Алматы дейсіз, осы списоктан шығу керек. Алматы. Ары қарай, может быть, мен Алматыдағы көшелерді қатты танымаймын, шығып тұр. Әлмерек. Әлмерек. И индексін жазасыздар. Может быть, Әлмерек бір еді, иә, бұрынғысы. Озон деп қалады мынау. Так, мына жерден былай өзгертесіздер. Алып тастайсыздар. Себебі воскресенье түскен заказды понедельник барып тапсыра алмаймын, базар жоқ, иә. Сондықтан вторник күнге отгрузканы уақыттар жібереміз. 24 сағат дейміз. Бүгінгі түскен заказ ертесіне жіберіледі деген сөз. Добавить метод доставки деп ары қарай кетеміз. Самостоятельно таңдаймыз, далее кетеміз. Ары қарай Алматыдағы Әлмерек 1 болса, Әлмерек 1 дегенді сіз спискадан тауып алуыңыз керек деген сөз. Әлмерек 1, иә? Осы жерге 16:00 деп қоясыз. И выбрать дейсіз. Ары қарай далее дейсіз. Кейін мыналарды птичка ұрасыз да, ары қарай далее дейсіз да, сохранить метод десеңіз болды, уже склад создавать етіліп кетеді. То, я новый складты солай создавать етеміз. Удалить склад. Складты солай создавать етесіздер. Мен әдейі удалить еттім, мен сіздер керек болса қалдырасыздар ғой, конечно, ары қарай до конца жалғастырасыздар.